мынау кімнің үйі? Неге әкелдің мына жаққа мені? Бұл сенің Нұрислам деген ағаңның үйі. Мен жұмысыма барып келем, оған дейін Нұрислам ағаң саған қарайды осы жерде. Ой, мама сізбен бірге бара берейінші жұмысыңызға. Ой, көп сөзді қой болды, кеттік кірейік үйіне. Ой, алып кете салсаңыз болады ғой. Нұрислам, біз келдік. Ой, мынау үйінде жоқ сияқты ғой. Ей, Нұрислам, ашса есіктен. Нұрислам, ашса есіктен. Мынау точно үйінде ма? Барып көрейікші өзіміз. Нұрислам, қаяқтасың? Мынау точно үйінде. Мынау ұйықтап жатыр ғой. Нұрислам, тұрса ұйқыңдан, біз келіп тұрмыз, мама мынау қазір оянбайды ұйқысынан, одан да бетек бұны. Так, қуасың ба, не істеп жатсың? Әйтеуір дегенде ояндың ғой ұйқыңнан. Мен бір жұмыстарыммен кетіп бара жатырмын, мен келгенше балама қарай тұр, жарай ма, кеттім мен, давай. Әпше тоқтай тұрдыңыз. Лай, жақсы болды ғой баламды тапсырып кеткенім, енді кешке дейін уайымдамай жүретін болдым. Қолыңды көтер, қазір сені атып тастайын. Сенің атың кім? Не қыласың атым кім екенін, кеттім мен. Тоқта, қайқа кетіп бара жатсың? Не істейсің қайқа кетіп бара жатқанымды? Вот шытыныш. Қазір үйді шашасың, ештеңеге тиіспе. Компьютер. Түс компьютерден тиіспе оған, бұзасың. Кетші бар, мен ойнағым келіп тұр компьютерді, қосып бер маған. Қосып бер дегеніз, кім сенің атың өзі? Не қыласың менің атымды, айтпаймын. Мынау құлады екен ғой, атымды айтпаймын дегеніз. Атым Нурик, не болды сонша? Нурик, тыныш отыр, мынау компьютерге тиіспе вообще, қуасың ба? Кетші бар, мен ойнағым келіп тұр ғой, ішім пісіп отыр, ойнат маған компьютерді. Ойнайым мен компьютер. Нуриге түстеме саған компьютерден ойнамайсың вообще, бұзасың газ. Тиіспе дедім мен саған. Нурик, давайте мен саған оның орнына телевизор қосып берейін, телевизордан мультик көресің ба, кет. Телевизор ма? Жарайды, телевизор болса телевизор қосып берсей маған. Болды, қосып берем, бірақ тыныш отырдым, ақма, ештеңеге тиіспе мына үйдегі. Ештеңеге тиіспе дейсің ба? Ойланып көрем. Ойланып көрем деген емес, тиіспе ештеңеге. Прикол ғой, ойнап айтам, тиіспейме ештеңеге. Қосып берсе маған телевизорды. Болды, газ, қосып берем. Қостым телевизорды, енді осыны көріп тыныш отырды, жарай ма? Мен барып ұйықтап келейін ана жаққа, бағана ұйқым қанбай қалды сендердің кеселеріңнен. Бопты, мен онсыз да тыныш отырдамын ғой, мен тәрбиелі баламын ғой. Жақсы, онда бопты, тыныш отырдасың ғой енді өзің. Мен кеттім ұйықтап алайын, ұйқым қанбай қалды бағана сендердің кеселерінен су шашып оятып жіберген емес мені. Қайттан ұйықтайын мен. Мынау маған не қосып берген, дымда қызық емес қой мынау. Мен вообще мынаған мультик қосып бер дегенім, не қосып берді маған мынау, вообще қызық емес та. Қойшы, ішім пісіп кетті меніңше, кеттім мен одан да ойнап келем. Ауа райы күшті болып тұр ғой, күн жып-жылы. Қайқа батсам екен, қойш кеттім ойнап келемін. Лай. Ұйықтап отқаннан бір сағат болып қапты уже. Қой, бағанағы Нурикке қарайын мен. Әлі телевизор көріп отқан шығады ол бірақ. Мынау қайқа кетіп қалған? Нурик, қаяқтасың? Нурик! Үйдің басқа жерінде жүрген шығар, может іздеп көрейші қазір. Нурик, қаяқтасың? Мынау кетіп қалған жоқ па үйден? Нурик! Мына бөлмеде шығар, может? Жоқ, бұл жақта жоқ. Нурик, қаяқтасың, анау кетіп қалмаған ба? Тік даланы көрейікші. Нурик! Мынау жоқ үйде, анау прикинь. Мамасы келсе бытшын шығарады ғой, енді мені қарап отырып тастап кеткен. Мынауың, Нұрислам аға, че там? Нурик, мен сені іздеп жүрмін ғой, неғып шығып кеткенсің далаға, рұқсат сұрамай. Кетші бар, өзім білем ғой. Велосипед айдап жүрмін, қарасай күшті. Сен мынау велосипед қаяқтан алып алғансың вообще, жоқ еді ғой менде мұндай. Короче, ана жақта кішкентай балдар ойнап жүр екен велосипедпен. Сөйтіп қызығып кеттім да, ұрып ақ қойдым велосипедтерді. Күшті. Сен басың істемей ұрып ақ қойдың дегеннес, қуасың ба? Не, кетші бар деген айдағың келіп кетті ғой, менің де велосипед айдағым келеді. Қуасың ба сені? Велосипед айдағың келсе сатып алмайсың ба? Біреудің велосипедін ақ қою керек пе осылай? Жүрсіз, кір үйге қазір аналардың мама папалары келсе тағы бәле болады бізге. Айтып кетсе не істейсің қазір мамаларына? Үйбая, айтса айта берсін, мен де өзімнің мамама айтып берем, сосын олардың быт-шыттарын шығарады. Жаман бұзық бала екенсің, Нурик, сен ше ренжіп қалдым саған бар ғой. Саған айттым ғой, тыныш телевизорды көріп отыр деп, неғып кетіп қалғансың далаға, рұқсат сұрамай. Өзің ғой қызық емес нәрсе қосып бергенсің ғой, сосын қызық емес болып кетті да шығып кеттің далаға ойнауға. Енді айтпайсың ба сол кезде қызық нәрсе қосып бер деп. Кетші ба де, ұйықтап атсаң қалай айтам саған? Оятып айта берсең болады ғой, мен саған оятпай деп айтқан жоқпын ғой вообще. Қойшы, миымды ашытып жібердіңше, кеттім мен. Тоқтай, қайқа кетіп бара жатсың тағы? Лай, наяқта не бар екен? Наяқта ештеңе жоқ. Нуриге тыныш отсай болды. Чота ше, менің қарным ашып кетті ше. Қарның ашып кетті дейсің бе? Онда отыр мына жерге, қазір мен саған тамақ істеп алып келіп берем. Жарай, тез алып келіп бер онда, тез бол, мен қазір мамам айтып берем
әйтпесе тамақ бермей қойды. Ай, болды қазір тамақ істеп беремін саған. Тәтті қыл. Так, міне сенің тамағың дайын болды. Мына жерде пюре, котлет, в общем, детский тамақ істедім. Міне Нурик, сенің тамағың жеп ал. Тәтті тамақ мынау. Кәз көрейік тамағың дәмін. Мынаның дәмі тәтті де емес қой, жемеймін мен мына тамақты. Қалай сонда тәтті емес, сен жеген де жоқсың ғой әлі? Ұнамай қалды маған, иісі ұнамай қалды. Қарасай онша емес те тамақ. Қумашы, мына тамақты күнде жеймін ғой мен. Дәмі тәтті, қарасай, котлеті бар, пюресі бар. Не керек басқа? Кетші бар, өзің жена тамағың жемеймін мен. Маған пицца бер, пицца жеймін мен. Қумашы, қандай пицца істемеймін ғой мен. Же болсын, болмаса өзім жеймін. Пицца бер деймін саған, жеймін мен мына тамақты. Бермейсің бе, онда мына мен атам сені қазір. Кетші бар, ойыншық автоматымен қорқыта бермеймін. Айттым ғой саған, пицца жоқ, жесең өзің же, болмаса жемей ақ қой тамақ. Аштан аш ортай бер осылай. Пицца бер. Мамама айтып берем. Қуасың ба, жыламай, жындымын ау. Онда пицца бер тез бол. Тоқта, болды, берем пицца, жылама бірақ. Точно ма, бересің бе? Егер бермесең, мамама айтып берем сен. 30 сат сосын саған. Болды, берем, айтпа мамаңа ештеңе. Бір сен де бір. Бірақ үйде пицца жасауға арналған заттар жоқ вообще. Кафеге барамыз, кафеде жейсің тамақ. Ура, кафеге барамыз. Болды, жүр, артынан жүр, машинамен кафеге барамыз. Тыныш отыр бірақ, түсіндің бе? Кафеде пазорын шығарып отыр менің. Болды, тыныш отырамын ғой мен, тәрбиелі балам ғой, білесің ғой мені, тыныш тәртіпті бала екенімді. Қайдағы тәрбиелі бала, бағана тыныш орта телевизорды көріп берсем, далаға рұқсат аламай шығып кеткенсің, тәрбиелі балда сондай бола ма? Кетші бәрі, нерма тие бермей. Мен сенен үлкенмін ғой, үлкен адамдарға осылай сөйлеймін ме? Тәртіпті балам деп қоясың еще. Өзім білем, қойшы сені. Мынау кафе ма, осы ма кафе? Осы кафе, давай түс бол. Тыныш отыр бірақ қазір кафеде мен пазорын шығардым ана жақта. Айттым ғой саған мен тәртіпті балам деп тыныш отырамын мен. Бопты, не жейсің сен өзі? Пицца ма? Пицца, анау колбасасы бар, пиццаны алып кел. Колбасасы жоқ болса жемей қоям. Бопты, колбасасы бар пицца болса, колбасасы бар пицца онда. Міне пицца, колбасасы бар, дәмі тәтті сияқты ғой. Дәмі тәтті екен мынаның. Мә жейсің ба? Сен мынаны өзің жеп отырсың ғой, жемеймін мен мынаны, сен жедің ғой мынаны. Ладно, жей берейші, дәмі тәтті сияқты ғой, дәмі тәтті екен. Мә, базар жоқ анау, кафе ұнап қалды маған ше. Күнде сенің үйіңе келіп, осы кафеден тамақ жеп тұрамын ау деймін че-то ше. Күнде сенің үйіңе келіп дегеніңіз, кеме вообще мен деймін бұдан кейін бұзық бала екенсің вообще. Мамаң айтып қой вообще, Нұрислам үйіне келмеймін келесің. Кетші бар, өзім білем, келесі тағы келем үйіңе, тағы да қарайсың маған. Кемесің мен үйіме вообще, мамаң айтып қой, кеме деп келесіде. Мама сен тыңдамайды да ғой, мені ғана тыңдайды мама. Келесіде тағы келем үйіңе. Тойдым мен короче, болды, кеттіге қайтайықшы болды. Болды, пиццаң жедің ба, енді тыныш отырдым ақма. Саған ақшамды құртып алып келдім, ойна машина атын ұртып алған қалай кетті мынаның. Түсіндің бе, тыныш отыр үйге барған соң шулап тағы да үйден кетіп қалып айтпай ондай болмасын. Мен тәрбиелі баламын деп қашанға айтам, мен тәртіпті баламын ғой, шуламаймын мен. Сен тәртіпті баласың, қоймай қойды ғой. Келдік үйге де, қазір тыныш отыр жарай ма, бағана уәде бердің ғой тыныш отырдым деп. Пиццамды жеп алып, шулама қайттан. Сен үшін ақшамды құртып сатып алдым. Шаршап кеттім ғой, кафеге бар. Компьютер қоспеш маған, бағана ойнамай қалдым ғой. Қуасың ба, түс компьютерден бағана айттым ғой саған ойнауға болмайды деп бұны. Не істеймін де ішім пысады ғой менің басқа. Қойшы өзім білем, ойнаймын мен компьютер. Түсіп мен саған, бычтың шығарам мен сен. Мамама айтпен, ойна. Болды, жылама, болды. Қайттан телевизорды көрмейсің, Жоқ, мен компьютер ойнаймын, қосып бер маған болды. Айтпесе жылаймын, мамама айтып берем айтпесе. Ойнамай қойшы бұны. Енді ішім пысады ғой, не істеймін басқа? Ойыншық ойнайсың ба? Ойыншық, менде ойыншықтар көп. Мен саған ойыншық ойнайтын кішкентай балаға құсап тұрдым ба? Ойнамаймын мен. Сен бірінші көрсей менің ойыншықтарымды, көп ойыншықтарым мен. Бопты, көрсет шыған, қан ойыншықтарын көрейін. Жарайды, жүр онда артымнан көрсетсем. Артымнан жүр дейсің ба? Жарайды. Міне ойыншықтардың барлығы осы жерде. Қалаған ойыншығымен ойнай берсең болады. Ойыншық көріп тұрған жоқпын ғой мына жерден. Қаяқта ойыншықтарың? Жаныңа қарасай. Жаныңа қара дейсің ба? Мына ойыншықтардың барлығы сенікі ма? Еді, конечно, менікі. Мен ойыншықтармен ойнайын. Мына жақта құмдар бар. Мәссаған ойыншықтары көп құмнан. Мынандай ойыншықтардың көп екен, неге ертерек айтпағансың сен, Жақсы, Нурик, сен онда осы жерде ойнай бер ойыншықтармен. Мен барып компьютермен жұмыстарымды істеп келейін, ютубқа видео істеп, біраз болды видео салмағалы. Тек қандай видео істесем болады бүгіндікке? Идея іздеу керек маған. Мына жақта көп ойыншық. Мына жақта груша бар. Бокс. Көрдіңдер ма, мықты төбелесем ғой мен. Қой, кеттім мен, жаттығу жасайын аяқта одан да. Так, 1 2 10
шаршап кеттім, басқаша не класс істейші одан да. Так, онда біз бүгін Roblox'тан видео істейік. Мына жақта тағы қандай ойыншықтар бар, іздеп көрейікші. Мына коробканың ішінде не бар? Мына қораптың ішінде доптардан басқа ештеңе жоқ қой. Түк те қызық емес. Мына жақта не бар екен? Кеттік осы жаққа барып көрейікші. Мынау ойыншық оружие ма? Мынау ойыншық пистолет менікінен де күшті ғой. Мынау пистолет Нұрислам ағаға керек емес сияқты ғой, өзімен алып кетейін ба? Давай онда алып алайын осы пистолетті өзіммен бірге. Кеттім мен Нұрислам ағамен атсам осы ойыншық пистолетпен, оған өзімнің ойыншығымды беріп қоям. Нұрислам аға, мынаған қарасаңызшы мен қандай ойыншық тауып алғанымды. Нұрик, мен қазір жұмыс істеп жатырмын ше. Кедергі жасамай тұршы, өтініш. Ой, қарай салыңызшы. Мынау дерзкий ойыншық пистолет. Ой, бір қоймай қойдың ғой. Қайны ойыншық пистолет? Мынау Міне қарасаңызшы, дерзкий ма? Қуасың ба? Мынау ойыншық емес, бұл шын пистолет қой. Әкел бері. Ой, ойыншық пистолет, сенбесеңіз қараңыз. Мәссаған, мынау шын пистолет па не? Мынаны полиция көрсе мені қамап қояды ғой. Маған тезірек мына жерден қашу керек. Қандай видео салсам да рекке кірмейді. Болмаса ютубта тастай салам ау деймін. Мынау Нұрислам аға емес па? Неге жалғыз өзі мұңайып отырды, қазір сұрап көрейінші. Нұрислам аға, неғып мұңайып отырсыз? Неге мұңайып отырсың дейсің ба? Мен сол ютубқа тырысып күнде видео салып жүрдім, бірақ ешқандай видеом лайк, комментарий, подписчик жиналмайды. Енді сәл күтсеңізші, активіңіз көтеріліп қалатын шығар мүмкін. Ой, қойш, күтіп шаршадым уже, ютубты тастаймын мен. Тоқта, осы видеоны көріп отқан адам лайк басып, комментарий жазып кетсейші, ютубты тастамайсың ба? Ой, қойш, лайк басып, комментарий жазған күннің өзінде маған ешкім тіркелмейді ғой. Білесің ба, 95% адамдар менің видеомды тіркелмей қарайды ғой. Енді айтсай, осы видеоны көріп отқан адамдар лайк басып, комментарийға Нұрислам аға ютубтан кетпеңізші деп жазып, сосын тіркеліп кетсе, ютубтан кетпейсің ба? Енді тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отса, конечно, кетпеймін ғой ютубтан. Вот көресің ғой, осы видеодан кейін адамдардың барлығы саған лайк басып, комментарий жазып, каналыңа тіркеліп кетеді. Білмеймін, бәрібір қолдамайтын сияқты мені ешкім. Бірақ егер осы видеоға 5000 лайк жиналса, келесі видеоны сразу шығарамын. Нурик балам мені сағынып қалған шығар, алып кетейін оны, қуанып қалатын шығар. Не болып жатыр мұнда? Нұрислам, саған не болған, неге бұлай жатсың? Кіресің бе өзі? Менің балам қайда? Әпші, сіздің балаңыз қашып кетті. Немене қашып кетті? Түсінбедім, дұрыстап айтшы, неге бұлай жатсың сен? Балаңыз Нурик менің қаруымды ойыншық екен деп ойлап, мені байқаусызда атып жіберді. Қалай сонда? Қайда енді менің балам? Ол полициялар оны қамап қояды ма деп қорқып қашып кетті. Сіз тезірек оны барып тауып келіңіз. Әйтпесе ол тағы да бір нәрсеге ұрынып қалып жүреді. Сен ше, саған қалай көмектесем? Дәрі-дәрмектерің қайда өзі? Менде барлығы жақсы. Сіз барып Нурикті тауып келіңіз. Саған не істесем екен? Қазір күте тұр, мен көмек шақырып келем. Жақын жерде көмектесе алатын біреу бар ма өзі? Джуконайдың киімін сатып алдым. Мынау қыздан көмек сұрап көрейін. Не ғой, тоқтай тұрыңызшы, өтініш. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Не ғой, қысқасы ана жақта бір бала ауыр халде жатыр, көмектесе аласыз ба? Немене? Ауыр халде дейсің бе? Қазір барып көмектесемін. Мынау үйдің ішінде ма қиналып жатқан бала? Қай үйде екен айтпаған сияқты едім. Әлі, жақсы қоя берші, маған баламды тауып алуым керек тез, кеттім мен. Мынау балаға қалай көмектесем? Дәрілер қай жақта өзі? Мына жақтарды іздеп көрейін, бәлкім табылып қалады. Міне таптым. Осы дәрі жарап қалады бәлкім. Мә, ішіп ал мына дәріні. Басым. Тірім ба өзімен? Әпше, сіз ба мені құтқарып қалған? Нурик табылды ма? Басын қатты ауырып тұр. Мә, тірі екеніме шүкір әйтеуір. Тоқташ. Джуконай, сіз ютуберші Джуконай емессіз бе? Мен сізді танимын. Мынау мені Джуконай деп ойлап қалды ма? Иә, мен сол Джуконаймын. Мәссаған, шынымен ба? Мынау түсім емес па? Әрине түсің емес. Қуанышында шек жоқ. Неғо, бірақ даусыңыз басқаша ғой, сіз мені алдап тұрсыз ғой, мынау біліп қойды ма? Не істесем екен? Айтпақшы, сіздер ютуберде дауыстарыңызды өзгерте алады екенсіздер ғой. Неғой, сіздің жаңа видеоңыз қашан шығады? Көп болды ғой видео шығармағаныңызға. Жаңа видео дейсің ба? Қазір үйге барып шығарайын деп жатырмын сол. Мә, күшті, мен сіздің видеоңызға түссем деп армандайтын едім ше. Мынаны пайдаланып қалу керек. Қаласам кеттік менің үйіме, бірге видео жасаймыз. Мә, саған шынымен айтып жатсыз ба? Алақай, сіздің видеоңызға түссем ба мен? Жүр кеттік, артымнан жүре бер менің. Бірақ қазір барған соң менің айтқанымды тыңдап жүр, жарайды ма? Әйтпесе
видеома мынау атымнан келе жатқан жоқ па не? Ауаға сөйлеп тұрмын ба мен бағанадан бері? Сен бала болсай тез шықсай. Алақай, видеоға айтпақшы, қазір қандай видео істейміз сомен? Бірінші менің үйіме барып алайық, сосын көреміз. Менің айтқандарымды істеп жүр, жарайды ма? Қой, кеттік онда. Мен Джукунайдың видеосына түсем бе қазір мен? Сонда сіз өзіңіздің балаңызды Нурислам деген балаға қарай тұруға тастап кеттіңіз, солай ма? Дәл солай, қанша рет айттым уже. Сосын баланы алып келуге келсеңіз, балаңыз жоқ, солай ма? Солай. Демек, сіздің балаңызды сол Нурислам деген бала тығып қойып, сізге жоғалып кетті деп өтірік айтқан ғой. Ой, ағай, не қуып кеттіңіз? Вообще-то менің балам қашып кеткен кезде Нурисламның денесі ауырып жерде жатқан. Түсінбедім, кім оның денесін ауыртқан? Ой, менің балам байқаусызда Нурисламның денесін ауыртып қойған, сосын тұра алмай қалды орнынан. Немене 5 жасар бала 18 жасар баланың денесін ауыртып тастады дейсің бе? Не болып кетті өзі? Сіз де бір басынан бастап айтып берейінші сізге барлығын. Джукунай, вообще жақындап қалдық па? Қазір жақындап қалдық. Қазір бір 10 минуттан кейін жетіп қаламыз уже. Сіздің үйсіз айтып келе жатқаныңызға 1 сағат болды ғой, әлі жетпедік қой. Бопты, онда сізге бір сұрақ қойыш. Сұрақ дейсің ба? Жақсы, қой, қандай сұрақ ол? Осы сіз ютубта көп подписчикті қалай жинап алдыңыз? Менің подписчигім аз, маған ешкім тіркелмейді. Онда сені ешкім қолдамайды деген сөз ғой. Жоқ, қолдайды мені. Қолдаса қан тіркелмей ма онда саған барлығы? Тіркелет болды, осы видеодан кейін барлығы тіркелет маған. Қайдам, сені ешкім қолдамайтын сияқты. Бәстесесің бе? Сен 20 мың подписчикке жете алмайсың. Жете алам 20 мың подписчикке. Давайте бәстесейік онда. Олай істейік. Егер сен 20 мың подписчикке жете алмасаң, онда ютубты тастап кетесің. Давай онда сіз ұтылсаңыз, сіз де ютубты тастайсыз. Жоқ, бірақ сіздің видеоларыңыз маған ұнайды, сіз тастамай қойыңыз. Қой, болды, әңгіме көбейіп кетті. Келдік біз үйге. Мынау сіздің үйіңіз ба? Мен сіздің үйіңізді андай әдемі ма деп ойласам. Сен сонда мына үйді әдемі емес дегің келіп тұр ма? Жоқ, не істеп жатсыз? Машинамен үйге кіріп кеткеніңіз? Маған бәрібір осылай жүре беремін мен. Давайте түс машинадан мына жаққа келіп отыр. Жарайды. Не ғой, сонда видеоны қашан істейміз? Сіздің компьютеріңіз қаяқта өзі? Қазір күте тұр, мен компьютерімді алып келем, сосын видеоны істейміз. Еш жерге кетіп қалып жүрме, жарайды ма? Давай. Мынау точно Джукунай ма? Қандай Джукунайдың үйі басқаша еді ғой видеосында. Еще дауысы да басқаша. Жарайды енді, күте тұрайық осы жерде. Еще машинамен үйіне кіре салған қалай кетті ананың. Қызық адам екен, ютубта басқаша ғой, өмірде басқаша екен. Зато қазір мен оның видеосына түсем, сосын класстастарыма мақтанып жүрмеймін ба, Джукунайдың видеосына түстім деп. Класстастарымды алдамайын ба, Джукунай менің әпшем деп олар сеніп қалады. Сенбей жатса қараңдар, видеосына түстім деймін, сосын олар маған сеніп қалады. Қашан келеді анау? Жота ішім пысып кетті, сәл жүде тұрайықшы, Джукунай көрмей қалады, оны яқта жүре берейін мен. Үй сәл қорқыныштылау ма, сондай екен, жота или маған ғана сондай болып тұрды ма? Комментарийға жазып кетіңдерші, үй әдемі ма, әдемі емес па? Екінші этажды көрейікші, екінші этажда не бар екен? Джукунай көріп қойып жүрмесін, бірақ мен абайлап қарау керек, неяқта Джукунай жүрген жоқ па? Қарап алайық. Анау шықты комнатасынан, көріп қойып жүрмесін мені. Не істеп жүрді бұл? Опа, кетіп бара жатыр тағы да. Артынан аңдаймыз ба? Кеттік, артынан аңдиықта білдіртпей, байқамай қалатын шығар бізді бәрі. Ананың үй үлкен екен, қанша этаж өзі, анау 3-ші этажға кетті, артынан аңдаймыз ба? Давай кеттік, артынан аңдиықта до конца. Үй дәу екен, жалғыз өз тұрам ана жақта. Анау қаяқта? Бағана осы жаға көтерілген сияқты еді ғой. Қайда кетіп қалып үлгерген? Джукунай, что-то жоқ қой мына жерде. Мені көріп қойып жүрмесін қазір. Мынау төбеде жүрді ғой Джукунай. Не істеп жүрді вообще төбеде, жынды ма? Қимылдап жатыр, мен көріп қоймасын, қашу керек тез-тез. Көріп қойып жүрмесін анау мені тез-тез. Қазір байқап қойса, ренжіп қалып видеосына түсірмей қойса тағы да, наяққа бекерден бекер келген болам ол кезде. Қой құтсын, одан да күтіп отырайық оны. Қазір тағы да видеома түспейсің десе. Әлі күтіп отырсың ба? Орныңнан қозғалған жоқсың ба әлі? Әлі күтіп отырмын. Не ғой, компьютеріңізді алып келдіңіз ба? Не ғой, сол компьютерім жоқ екен мына үйде ше. Мен барып жаңа компьютер сатып алып келейін. Оған дейін сен тағы да күте тұр, жарайды ма? Жарайды. Жақсы, сонда мен кеттім. Лай. Мынау сәл бүтілеу адам екен, точно Джукунай ма? Компьютердің жоқ екен дегеніз, компьютері жоқ болса сонда осы уақытқа дейінгі видеоларды қалай істеді? Мен что-то күдіктене бастадым, мұны Джукунай емес сияқты ше. Анау кетіп қалғаннан кейін барып аңдау керек мынаны. Так, анау кетіп қалды ма? Кетіп қалса ананың үйін тергейміз ау деймін что-то ше. Бірінші көріп алайық, анықтап анау кетіп қалды ма? Кетіп қалған сияқты ғой, что-то көрінбейді мына жерден. Мынаның үйін полный ақтару керек қой. Бағана 2-ші этаж бен 3-ші этажды көрдік, тагин давайте мына жерге түсіп көрейікші, не бар екен мына жақта. Қап-қараңғы үй, бір түрлі екен. Мына адам мені
менің үйім әдемі ғой. Мәні қандай жер қорқынышты. Мынау үйге емес түрмеге ұқсайды ғой. Қандай мә. Точно үй мынау Жуконай. Мынау балта. Мынау балта не үшін керек сонда оған? Ол қыз емес пе? Қыздар балтаны не істейді вообще түсінбедім мен. Мынау қорқынышты жер екен. Точно үй ма мынау? Үйге емес түрмеге ұқсайды. Мына жаққа кіріп көреміз ба? Мына жақта не бар екен? Қорқыныштылау сияқты. Мынау өліп қалған адамның денесі ма? Мына жақта не үшін тұр мынау? Мен тағы да біреу тұр мына жақта. Бірдеңе дұрыс емес екен. Баста сезген едім. Бәсе анау Жуконайға ұқсамайды. Мынаның барлығын полицияға айтып беремін. Мына жақта не бар екен көрейік. Мынаның барлығын бағана қыз істеген ба? Бәсе ол солай барлық адамдарды өлтіріп Жуконай болып алдап осылай алып келеді екен ғой. Мені де солай өлтіріп тастамақшы болған ба? Сонда тез арада қашу керек маған мына жерден. Достар, сендер де алданып қалмаңдар осылай фейк Жуконайларға. Қой, мен қашайын онда мына жақта көп тұра берсем анау келіп қалады тағы да. Шынымен Жуконай деп ойлап қал. Қашып құтыламын деп ойладың ба? Менен ешкім қашып құтыла алмаған. Құтыла алмайды да. Жауыз неме, мен сенің Жуконай емес екеніңді білем. Полицияға айтып берем мынаның барлығын. Полицияға айтып беремін дейсің бе? Сен өліп қаласың ғой. Қалай айтасың полицияға сонда? Соңғы сөзіңді айт. Тоқташ, мен сен вообще түсінген жоқпын. Не үшін істеп жатсың мынаның барлығын? Не істеп қойдым мен саған? Нұрислам, не қыласың оның барлығын? Немене? Сен менің атымды қайдан білесің? Оны біліп не істейсің? Бәрібір өлесің ғой. Тым болмаса не үшін өліп жатқанымды білейін да, айтсай не үшін екен? Көп сөйлеп кеттік. Соңғы сөзіңді айт. 3-ке дейін санаймын. Сонымен 3-ке дейін санаймын. Соңғы сөзіңді айтып қал. 1 2 3. Қылмыскер, тоқта! Сіз біреудің атын жамылып, адамдарды өлтіргеніңіз үшін заң алдында жауап бересіз. Немене? Сендерді кім шақырды? Қайтесің оны? Тез арада қаруыңды таста, әйтпесе жаман болады. Қаруымды тастамаймын. Керісінше, сендер мына жерден кетіңдер. Әйтпесе Нұрисламмен мәңгілікке қоштасасыңдар. Жарайды, біз кетеміз. Тиіспе Нұрисламға. Вообще полицияға өтініш жоламаңыздар, әйтпесе атып тастайды мынау мені қазір. Тоқтаңдар, ешкім еш жаққа кетпейді. Тез арада қаруыңды таста дедім мен саған. Қазір 3-ке дейін санаймын. Егер кетпесеңдер, Нұрисламмен қоштаса беріңдер. Немене? Мынау Нұрислам ағаны өлтірмекші ма? 1 2 3. Мәссаған! Не болып кетті өзі? Амансыз ба Нұрислам аға? Басында қорықтым, бірақ Нұрислам аға үшін до конца деп бар күшіммен салып қалғансың ғой. Балам, сен ештеңеден қорықпайтын мықты жігіт екенсің ғой, жарайсың. Нұрик, мен сенің арқаңда тірі қалдым ғой бүгін. Қойыңдаршы болды, мақтай бермей, ұялып кеттім мен. Не ғой, сосын тағы бір нәрсе сұрай салайыншы. Сіздер мені әлгі фейк Жуконай алып кеткенін қайдан білдіңіздер? И вообще Нұрик жоғалып кеткен еді, оны қалай таптыңыздар? Сен алып кеткенін қайдан білдіңдер дейсің бе? Қысқасы былай болды. Содан соң балам қорқып қашып кеткен, енді таппай жатырмын қайда екенін. Барлығы түсінікті болды. Не ғой ол, қайда қашып кетіпті сонда? Ой, аға, қуасыз ба? Қайда қашқанын білсем өзім барып тауып ала салмаймын ба? Мама! Балам, мен сені іздеп жүрдім ғой, қайда жүрсің сен? Балаңыз мынау ма? Балам, осы сіз былжырап тұрам дегенше өзі-ақ табылды балам. Мама, жүріңізші, ана жақта Нұрислам ағаны біреу ұрлап кетті. Сонда мен өтірік Жуконай ұрлап кеткен Нұрик айтып бердің ба? Мен айтып бердім. Сонда сен қайдан білдің оның мені ұрлап кеткен? Қысқасы мен қашып жүріп сені алып кетіп бара жатқанын көріп қалдым. Мынау ютуберша Жуконай емес па? Сонда оның өтірік Жуконай екенін, мені өлтіру үшін алып кетіп бара жатқанын қаяқтан білдің? Негізі басында мен де оны шынайы Жуконай екен деп ойлағам, бірақ бір уақытта ол сені үйге тастап сыртқа шығып кетті. Сосын біраз уақыттан кейін қолына пистолет ұстап қайта келді. Ішім бір жамандықты сезіп көмек шақыруға кеттім. Солай анам мен полицияны кездестірдім. Бар болғаны осы. Базар жоқ. Қой, тым кеш болып кетті балам, қайтайық үйге. Қой, мен барып жатайын онда. Біраз болды дұрыстап ұйықтамағалы. Ал келдік жаңа үйімізге. Енді бұрынғыдай ауылда емес, қалада тұратын боламыз. Ал қалада жаңа өмір бастайтын кез келді. Түсінбедім, неге мына жақта тек бір ғана көрші үй бар? Ажар, қазір кеш батып кетеді, заттарды орналастырайық. Қазір барамын. Желбіреген жапырақ жанады лапылда. Мама, біз аман-есен жетіп алдық, уайымдамаңыз бізді. Ой, менде интернет ұстамай қалды. Не істесем болады енді? Қой, кетті, мен онда көршінің Wi-Fi-ін сұрап көрейін. Тезірек Wi-Fi орнатып алу керек еді енді жаңа үйімізге. Мынау көрші үйінде бар ма екен?
көрші, бұл үйде біреу тұрады ма өзі? Үйге біреу келді ма? Мә тағы да әпше баласын тастап кетуге келген жоқ бекен? Мә осы жол тастаса точно қадамайын бар ғой ше. Әпше мен қадамай. Не еткен әдемі қыз. Не ғой, мен жаңадан келген көрші едім. Менде интернет ұстамай тұр, сіздерде Wi-Fi бар ма? Сондай әдемі. Қашан келген мынау қыз? Бар ма сонымен Wi-Fi? Иә бар. Онда маған қосып бере тұрыңызшы, өтініш. Бере тұрыңызшы дейсіз ба? Каз күте тұрыңыз онда. Мә мен қайқа қойып едім оны. Мә іздеуге дегенді оны қазір әшенде көп болып жүреді, осындай керек кезде табылмай қалады ғой. Қаяққа қойып едім вообще, мына жаққа қойып. Тоқташ. По идее ол менің Wi-Fi сұрады емес па, мен нені іздеп жүрдім вообще? Ой, басым істемей тұр ғой менің, әшен қосып бере салсам болды екен ғой. Сонымен қосып беретін болдыңыз ба? Иә, паролі 1-ден 8-ге дейін ғой. Ой, рахмет сізге. Оқасы жоқ, не ғой, сіздің атыңыз кім? Менің атым Ажат, сенің атың кім? Менің атым Нұрислам. Танысқаныма қуаныштымын, рахмет Wi-Fi-ңызға, мен кеттім, мамамен сөйлесіп келейін. Мә, қандай әдемі қыз. Мен шынымен де мына қызбен таныстым ба? Мә, негізі дұрыстап сөйлесіп, дұрыстап танысу үшін кездесуге шақыру керек еді. Жақсы, үйге кірейін мен онда. Мә, анау қыз қашан шығады енді үйінен? Бағана мүмкіндікті пайдаланып, дұрыстап танысу үшін кешке серуендеп қайтайық деп айтуым керек еді ғой. Сол бір осындай кезде бір тұрмыстығым ұстап қалады ғой, айту керек еді. Сонда бұлар жаңадан көшіп келген ғой біздің районға, иә. Бәсе бұрын көрмеген ондай қызды. Анау үйінен шықты. Бүгін жұмыс істейтін бірінші күні, малақай. Анау қай жаққа бара жатыр екен? Артынан аңдып көрейін ба? Әлде керек емес па? Байқап қойсашы, бірақ қоя бәс кеттім мен. Бәрібір байқамайтын шығады, мені білдіртпей аңдеймін ғой. Бұл жерге енді көшіп келсе қайда бара жатыр екен қызық? Әлде интернетін істетіп келуге бара жатыр ма екен? Жаяу кетіп бара жатқанына қарағанда алыста емес сияқты ғой баратын жері. Кеттік, соңына дейін аңдайық енді. Қайда бара жатыр? Анау вообще түсінбедім. Жаяу автобусқа да мінбеді, таксиге. Кіріп кетті анау бәсетке. Қайда кіріп кетті анау? Кеттік, артынан до конца аңдайық, қайда кіріп кеткен көрейік та, магазинге кіріп кеткен жоқ па? Жоқ, мынау магазин емес. Мынау кофе сататын жер ғой мынау. Мына жерге жұмысқа кіріп алған ба? Кассада тұр ғой. Мә, келгені бүгін ғана уже жұмысқа тұрып алған ба? Пысық екен мына қыз. Мә, қазір кіріп, оны кездесуге шақыру керек, тұрмыз болмай. Мә, егер кездесуге келіспей қойса ше, сосын ұялып қаламды, вообще бетіне қарай алмай қаламын ғой, сосын күнде көшеге шыққан кезде ұялып одан. Бірақ мүмкін келісіп қалатын шығар. Қош кеттім мен, бұл шақырам онда, тұрмыз болмайым болды. Ажар? Нұрислам, бір нәрсе алуға келдің ба? Иә деппін ғой. Жоқ, иә, бір нәрсе алуға келдім. Күшті, айта бер, не керек саған? Не керек дейсің ба? Сен керексің. Түсінбедім. Ой, сен керексің деппін ғой. Маған нан керек, нан алуға келген ғой мен. Нан керек дейсің ба? Бұл магазин емес, бұл кофе сататын жер ғой, нан сатылмайды бұл жерде. Ой, онда бір коктейль бере салшы, коктейль. Коктейль дейсің бе? Жарайды, коктейль болса коктейль. Міне коктейль. Рахмет. Дәмді екен. Саған бағанна қуаныштымын, сау бол. Привет деп. Ой, сау бол, я. Ё-мое, позор болдым ғой ананың көзінше. Мен неғып тормыз болып қалдым осындай. Сонда қыз, мен сені кездесуге шақырайын деп едім деген алтатыптық сөз айта алмай қалдым ба? Мына коктейльді не үшін алдым вообще? Дәм онша емес, әтші дәм, немене берен ол? Еще ақшасын тоқта, мен бұның ақшасын төлемедім ғой еще. Позор. Нұрислам. Ё-мое, мынау ақшаны сұрауға келіп, менде ақша жоқ қой, үйде ғой барлығы. Не істесем екен енді? Не ғой, бүгін мені жұмыстан ерте қайтарып жіберді. Сен қазір үйіңе барасың ба? Қаласаң бірге қайтайық үйге. Үйге бірге қайтайық дейсің ба? Я, кеттік, бірге қайтайық. Күте тұрсай. Кәдімгідей жылдам жүресің ғой, күте тұрсай мені сәл. Просто ағама қазір қайтам деп айтып қойдым. Тез қайтмасам ұтыс береді маған, ағам қатал мені. Ағам қатал дейсің ба? Жарайды онда. Давайте әңгіме айтса енді. Әңгіме айт дейсің ба? Әңгіме. Нема сенің жасың қаншада осы? Менің жасым 19-да. Сен 19-дасың ба? Мен 18-демін ғой. Мен сенен кішкентай екем. Бірақ махаббат жасқа қадамайды ғой. Қандай махаббат? Жоқ, жай, ештеңе емес. Міне үйге де келіп қалдық. Уақыт тез өтіп кетті, иә? Иә, сол менде уақыттың қалай тез өткенін байқамай қалдым. Сенімен бірге уақыт өткізген сондай қызық екен. Қаласаң тағы да серуендеп қайтайық. Мынау мені кездесуге шақырып тұр ма? Сонымен серуендеп қайтамыз ба? Иә. Жарайды онда, мен кеттім үйге. Рахмет саған, пока. Саған, ол мені кездесуге шақырды ма? Қуанып тұр. Тоқташ, қай уақытта серуендейтінімізді сұрамаппын ғой мен. Барып сұрап келейін, қай уақытта серуендейтінімізді.
Ажар, бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Ажар, шықшы. Анау кім тапатал түсте мазаны алып отқан? Че там, не керек саған? Ой, братан, не ғой мен кездесуге шақырайын деп едім. Мені кездесуге шақырмақшысың ба? Жоға, сізді емес. Мені емес пе? Сонда басқа кімді шақырмақшысың? Мынаған қазір ажарды кездесуге шақырып жатырмын десем, менің быт-шытын шығарады ғой. Сонымен кімді шақырып жатсың кездесуге? Кімді дейсіз ба? Мені шақырып жатсың ба кездесуге? Жоқ, сізде емес. Басқа кімді енді? Ажарды ма? Иә. Тоқта, сен менің қарындасымды кездесуге шақырып жатсың ба? Жоқ, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Сен менің қарындасымды кездесуге шақырмақ болдың ба? Мәссаған! Менің қарындасыма жолаушы болма, ұқтың ба? Мынау тірімі өзі. Нұрислам, сенде бәрі жақсы ма? Ана братаның удары қатты екен, басыма ауырып жатыр. Точно тірім ба өзі? Бас. Ажар, тірі екенсің ғой әйтеуір. Иә, тірімін ғой. Анау ағаңның удары қатты екен, әңгімемді соңына дейін тыңдамай ұра салған несі? Ой, ренжімеш, ағам сондай қатал адам. Ой, жоқ, оның несіне ренжим? Мен басында айтуым керек еді, саған келмей ақ қойды. Қой, мен кетейін қазір, ағаң тағы да шығып қалса. Негізі ағам ауылға кетіп қалған. Ауылға кетіп қалған дейсің ба? Тағы да біраз сөйлесе тұрсақ болады негізі. Не ғой, мені не үшін шақырмақшы болған едің негізі? Не үшін шақырғанда былай ғой. Сен менімен кездесуге шығам деп едің ғой, сол қай уақытта шығамыз кездесуге? Кездесу ма? Ертең шығайық онда. Ертең дейсің ба? Давай онда. Жарайды онда, тым кеш болып кетті, мен үйге кірейін. Не ғой, тоқтай тұршы. Иә, айта бер. Ертең сені кездесуге шақырсам, тағы да ағаң шығып қалмай ма? Айтпақшы, ол бар екен ғой. Онда телефон номеріңді алып алса, шақыратын кезде хабарласасың. Давай, айт номеріңді. 8771. 8771, сосын 000-0101. Все, жазып алдым. Жарайды, сау бол онда, мен кеттім. Қой, қайттым онда мен үйіме. Ертең кездесуге баратын болдым. Ағасынан тайға жеп қалғаны болмады, зато кездесуге баратын болдым. Енді ертең кездесуге бару үшін ерте тұру керек. Барып ұйықтайын тез. Ертең шынымен де кездесуге барам ба? Өмірімде бірінші рет барайын деп жатырмын кездесуге. Тезірек ертең болса екен. Ұйықтайын онда мен. Уже таң атып қалған ба? Қой, мен тұрайын, бүгін маған кездесу емес па? Телефонды қайда қойып едім өзі? Мында тұр екен ғой. Сағат уже 12 болып кеткен ба? Мен бүгін кездесуге дайындалу керек едім ғой негізі. Уақыт жоқ, кеттім мен тез. Будильник қоюды ұмытып кетіппін ғой, тез киім алу керек енді маған. Әпше, саламатсыз ба? Мен бүгін кешке қызбен кездесуге бара жатқан едім. Сол енді киім сатып алу керек болып тұр. Қызбен кездесу дейсің ба? Сен киіну бөлмесіне бара бер. Мен білемін саған қандай киім керек екен. Жарайды онда. Арада 15 минут өткен соң. Саған шлишкім красавчик болып кеттім мен. Міне, жарасып ақ кетті. Тіпті мен де сынып қалдым ғой саған. Кездесуде қызың точно сынады. Иә, рахмет сізге, мен кеттім онда. Тоқта, кездесуге осылай құр бармақшысың ба? Иә, енді басқа не апаруым керек? Тоқта, еш жерге кетпей күте тұр. Кездесуге құр бара жатқан нес? Қызығы мынау адам. Мынау вообще қайда кетіп қалды? Әпше, мынау гүл маған ба? Қайдағы саған? Кездесетін қызыңа бұл. Иә, қанша теңге болады бұл? Жоға, бұл гүл саған тегін. Ала ғой. Шын айтып тұрсыз ба? Әрине шын айтып тұрмын. Мен білем ғой, қыз болған соң қыздарға не ұнайтынын. Рахмет сізге, енді тек сізден ғана киім алам. Мен кеттім онда, сау болыңыз. Так, мен дайынмын, енді ажарды шақыру керек. Анау ажардың ағасы емес па? Бүгін ауа райы детский болып тұр ғой. Тоқташ, анау кешегі көрші бала емес па? Көрші! Йо-майо, анау мен шақырып жатты ма? Ажармен кездесейін деп жатқанымды біліп қойған жоқ па екен? Мынау маған кешегіден кейін ренжіп қалған ба? Жарайды, өзім бара салайын қасына. Йо-майо, анау маған келе жатты ма? Мынау точно барлығын біліп қойған, біттім мен. Жоқ, братан, сен дұрыс түсінбей қалдың. Мен кездесуге бара жатқан жоқпын. Не айтып кеттің өзі? Қандай кездесу? Мынау әлі кездесу жайлы білмейтін сияқты ғой. Не ғой, айтайын дегенім, кешегім үшін кешір. Мен оған ренжіген жоқпын. Бопты онда ренжімесең. Бірақ ескерттім, тағы да қарындасымның қасынан көрсем, аямаймын. Жақсы, жарайды, сау бол онда, мен кеттім. Ештеңе білмейді екен ғой әйтеуір. Қой, мен ажарға тез звондап шақырайын. Лай. Мәссаған, сондай әдемі болып тұрдың ше. Кім звондап жатқан? Алло, ажар, мен ғой Нұрислам. Нұрислам, айта бер. Кездесу жайлы хабарласып отыр едім, қашан шығасың? Мен қазір шығам, болды, күте тұр. Жарайды, мен сені күтіп отырмын сыртта. Нұрислам, уже келіп қойған ба? Как раз әдем болып тұр едім, кеттім, шығайын мен далаға.
мә қатты қобалжып тұрмын ше. Лай. О, шықты ажар үйінен. Енді вообще танымайсыз етпеу керек маған. Сәлем, ұзақ күтіп қалған жоқсың ба? Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Мен де жақсымын. Мынау саған. Вау, қандай күшті! Рахмет, маған қатты ұнады. Ұнағанына қуаныштымын. Жарайды, онда тез машинаға отырып кетейік, әйтпесе тағы да ағаң шығып қалса. Ну ладно, кеттік. түсімде бір қыз көрдім құрдым қызындай ең әдемі ең аяулым Мынау бургердің дәмі тәтті екен. Сол, мынау сэндвичтің де дәмі тәтті екен. Нема, сонда осылай тамақ жеп отыра береміз ба сонда? Ну енді басқа не істейміз? Басқа бір жерге барып серуендеп қайтпаймыз ба сонда? Серуендеп дейсің ба? Кеттік онда паркке. Жоқ, паркке емес, басқа бір ерекше жерге барайық та. Түсінбедім. Басқа қандай жерге барамыз сонда? Менде бір идея бар, кетіп жүре берсе артымнан. Қазір сені күшті жерге апарам. Тоқта, машинам ше сонда менің. Ой, машинаңды кейін алып кете саласың, жүре берсе артымнан. Жарайды. Не ғой, бірақ мені қайда апара жатсың өзі айтсай? Ой, барғансың көресің ғой қазір, күшті жер. Күшті жер дейсің ба? Ну жарайды онда. Міне, келдік. Мынау пляж ба? Неге келдік мына жаққа? Өлә, неге келдік деген емес, шомылуға келдік. Шомылуға дейсің ба? Нема онда өзің шомыла бер, мен қарап тұрам машин. Өзің шомыла бер деген емес, сен де шомылсай, әлде қорқасың ба суға түсуден? Ой, жоға, қорықпаймын. Не ғой, просто жаңа киім су болып қалады да. Ой, өтірігіңді соқпаш, сен жүзе алмайтын сияқтысың ғой, суға түсуден қорқасың сен. Жоқ, қорықпаймын мен. Қорқасың, қорықпайтын болсаң түс шал суға. Суға түсші дейсің ба? Давай түсейін онда. Йо-майо, мен жүзу білмеймін ғой, не істеймін енді? Сонымен түсетін болдың да өзі. Бір мәнісі болар, кеттім мен. Көмектесіңдер. Мынау суға батып бара жатыр ғой, көмек шақыру керек маған, көмектесіңдер. Мәссаған, ағай, мынау тірі ма, өзі өліп қалған жоқ па? Шынымды айтсам, өзім де білмеймін, тірі сияқты бірақ. Немене бәле сонша су жетіп қойған ба? Басым ауырып тұр. Мынау кім вообще неғып билеп тұр, қуама? Нұрислам, тірісің ба өзі? Мынау Ажардың даусы ма? Ажар, иә, тірімін ғой мен. О, бауырым, есіңді жидің ба? Иә, рахмет, сіз ба мені құтқарып қалған? Иә, мені құтқарып қалдым. Сол үшін Каспийіма 50 мың теңге салып жібер. 50 мың теңге? Менде ондай ақша жоқ. Ойнап айтам, прикол ғой, керек емес 50 мың теңге. Аға, есін жиғаны бағана ғана ғой, не болды сонша дейсі? Бәрі жақсы ма сенде, Нұрислам? Бәрі жақсы, иә, рахмет құтқарғандарыңа. Ал, жарайды онда, сендер әңгімелеріңді жалғастыра беріңдер. Мен кеттім. Лай. Не ғой, мені кешірші, менің кесірімнен суға батып кеттің ғой. Ой, жоға, сенің ешқандай күнәң жоқ қой. Кетсінші, рахмет мені құтқарғандарыңа. Жарайды, қайтайық онда, үйге кеш болып кетті. Иә, қайтсақ қайтайық. Қайшы жаным екеуміз табыса алмай кетерміз. Иә, сол өзімде түсінбей қалдым, негізі бар ғой. Ал, сенің үйіңе де келдік. Жарайды онда, мен кірейін үйге. Пока. Қой, мен де қайтайын үйіме онда. Бүгін пазар болып қалған болмады, бірақ суға батып кеткен қалай кетті. Тоқташ, мына жақта мысықтың дауысы шығып жатыр ма? Қайда? Мысық! Мына жақта мысық не істеп тұр? Мынау кімнің мысығы? Қарны ашық болған сияқты ғой, что-то қайта мияулап жатыр. Қарным ашып тұр, мынау сөйледі ма? Бірақ мысықтар сөйлемейді екен, айтпақшы, мен құлағыма солай естіліп қалған шығар. Қой, мен бар тамақ алып келейін одан да бұл. Мысық, сен күте тұр осы жерде, қазір тамақ алып келемін. Мынау, Нурик, қашан келіп алғансың сен вообще менің үйіме? Нұрислам аға, келдіңіз ба? Келдіңіз ба болғанда, сен менің үйіме қалай келіп алғансың? Түн болды ғой. Ой, просто үйде ішім пісіп кетті, сосын бар ғой, үйден қашып кеттім да, сіздің үйіңізге келіп алдым. Компьютер ойнаймын бүгін. Мынау қуады екен ғой, үйден қашып кеттім дегенес, мамаң уайымдап қалады ғой. Ой, маған бәрібір ғой, білесіз ғой. Мынау қуады екен ғой, жарайды бопты, өзім айтып қоямын мамаңа. Бәсе, сөйтсеңізші. Боп, жарайды, сен отыра берші осы жерде, мен бағана мысыққа тамақ береді, ұмытып кетіппін ғой, тамағын берейін тез ал. Кис. Мә, мысық, мынау саған короче. Мяу. О, мяу. Ура, мяу, ура. Мынау қуанып жатыр ма, не үшін секіріп жатыр? Прикольный мысық екен. Мяу. Дәмі тәтті екен, рахмет. Кім, атың кім еді сен? Тоқташ, мысық, сен сөйлеп жатсың ба? Мяу, мен сөйлеп жатырмын. Мяу, не болды сонша? Тоқташ, сен мысық емессің ба? Мысықтар сөйлемейді ғой вообще. Ой, маған бәрібір өзім білемін, мен сөйлеймін ба,
сөйлемеймін ба, крутой мысықпын ғой сондай. Базар жоқ мысықтат сөйлеймін ане. Біреуге айтсам сенбейтін шығар мынаны. Не ғой, короче, сен маған үш тілегіңді айт, орындаймын любой тілегіңді. Үш тілек орындаймын дейсің ба? Қумаш прикол ұстап отырсың ба? Отырық емес, мяу, бағана сен маған тамақ бердің ғой, сол ұнап қалды маған, мяу, сол үшін сенің тілегіңді орындаймын, айт тез үш тілегіңді. Қумаш, шіли енді любой тілегімді орындай алмайтын шығарсың. Егер шынымен тілек орындайтын болсаң, бір мороженое берші маған қан. Мороженое дейсің ба, мяу, мауына саған мороженое, мяу. Натуре мороженое ма не? Базар жоқ, сендім тілек орындайтыныңа. Так, үш тілек айт дейсің ба? Так, ойланып алайын қазір. Тоқта, үш тілек емес, уже екі-ақ тілегіңді алып, бір тілегіңе мороженое алып қойдың ғой уже сен. Ол менің тілегім емес еді ғой, сен тексеру үшін сұрадым ғой оны мен. Кетіп қалды міне сонда бір тілегім. Тез айтшы екі тілегіңді, мяу, мен жаурап кеттім, тез босай тез. Екі тілек дейсің ба, не сұрасам болады? Не ғой, кейін айтсам бола ма екі тілегімді? Қазір миыма ештен келіп тұрған жоқ. Қумашы, мяу, мен күте алмаймын, жаурап кеттім деп айттым ғой саған, тез айт екі тілегіңді. Жаурап тұрдым дейсің ба? Болмаса сен бүгін менің үйіме қона салса, ертең айтам тілегімді. Қона салсай дейсің ба? Так, ойланып көрейін. Сенің үйің жылы ма? Конечно, менің үйім жап-жылы, вообще жаурамайсың. Кетті қонсай менің үйіме. Мяу, жылы сияқты ойың шынымен де. Жарайды онда бүгін сенің үйіңе қонамын мен. Не ғой, сонда мен қай бөлмеде ұйықтаймын, айтсай тез. Артынан жүре бер, мынау бөлмеде ұйықтайсың сен бүгін. Қонақ күтетін бөлме ғой, осы төсекте ұйықтай бер, мақма. Мынау төсекке ма? Хоп. Детский төсек екен. Жарайды онда маған мешет етпей ұйықтаймын мен. Давай, кет патчез. Бопты онда, қайырлы түн. Ертең азанда тілегімді айтам, сен демалып ал оған дейін. Нурик әлі компьютер жоқ отырды ма? Нурик. Нурисламаға айта беріңіз, не болды? Компьютердің алдында көп отыра бермес. Көзің ауыратын болды ғой уже. Кеттік болды, ұйықтаймыз. Таста компьютерді. Нурисламаға жарайды онда кетті, ұйықтасақ ұйықтайық. Менің де ұйқым келіп тұр негізі. Жарайды, сау болыңыз онда, мен ұйықтаймын. Ұйықтай беріңіз сізде. Бүгінгі күн қиын күн болды негізі. Мен де ұйықтайын онда. Киімімді ауыстырып алайын ең бірінші. Все, енді ұйықтайын. Ертең анау мысыққа тілек айтады екен ғой айтпақшы. Уже таң атып қалыпты ғой, біреу звондап отыр ма маған, телефонынан дауыс шығып отыр ғой. Телефонды қайқа қойып едім, өз дауыс шығып отыр, әйтеуір қайық деген. Айтпақшы, неға қойыппын ғой. Алло, Нурислам, қалайсың? Ажар, сен ба? Жақсымын я, өзің қалайсың? Жақсымын. Не ғой бүгін ауа райы әдемі болып тұр, серуендеп қайтуға қалай қарайсың? Серуендеп қайтайық дейсің ба? Давай қатыс емеспін. Жарайды онда сен шыға бер, мен сені күтіп отырмын. Тек серуендеп қайтайық дейді ма, дайындалайын мен онда. Бүгін погода детский. Нурик? Нурисламаға. Сен не бүгін ұйықтамағансың ба? Неге компьютер ойнап отырсың? Мен саған ойнама дедім ғой. Мен Нурисламаға просто түнде ішім пысып кетті, ұйықтай алмай кеттім, сосын компьютер ойнауға шығып кеттім. Мен саған айттым ғой, вообще компьютерға теспе деп жұмыс істеймін ғой мен бұмен. Болды, осы тірлігің үшін вообще ойнамайсың енді компьютер. Қазір мамаңа звондаймын, үйіңе қайтасың болды. Бар ана бөлмеге ұйықта тез. Нурисламаға кешіріңізші өтініш. Кешірмеймін мен. Бар ұйықта тез, бар тез бол. Кешіріңізші дедім ғой, ладно, жарайды онда ұйықтайын мен бар. Қуады екен ғой, түнімен ұйықтамай компьютер ойнаған. Ертең мамасы маған ұқсады ғой, көзі кетіп қалса. Бұл да бір таң азан мен настроениені құртып қой, мен шығайын, ашар күтіп қалған шығар мені. Мынау кімнің мысығы? Бізде мынандай жоқ еді ғой. Нурисламаға бізге айтпай мысық албаған ба не? Қой, мен ұйықтайын, қазір Нурисламаға келсе тағы да отысқақ Нурисламаға. Осы үлкендердің бәрі маған отса береді, шіркін. Нурисламағадан үлкен болып кетсем ғой, сосын оның өзіне отыс беретін едім. Үлкен болып кетсем дейсің де, тілегің орындалды. Маған не болып кетті, чута өзімді бір түрлі сезініп тұр. Мяу, мяу. Мен кетейін онда, мяу. Мынау мысық сөйледі ма? Или маған ғана солай естілді ма? Лай. Қой, мен Нуриктан кешірім сұрап келейін. Бағанағы отысқаным үшін ренжіп қалған шығар ол маған. Нурик, ұйықтап қалмадым ба? Нурик? Нурисламаға? Неғып кішкентай болып кеткенсіз? Кішкентай болып кеткенсіз болғанда, сен неғып үлкейіп кеткенсің? Тоқташ, не деп айттың? Неге кішкентай болып кеткенсіз дедің ба? Бойыңыз кішкентай болып кеткен ғой. Тоқташ, мен қазір айнаға барып көріп келейінші өзімді неғып. Менің бойым неге кішірейіп кеткен? Ананың бойы өсіп кеткен, менікі кішірейіп кеткен. Қалай бұл сонда? Нурисламаға не болып кетті? Менің бойым өсіп кеткен, сізге кішірейіп кеткен ба? Немене бәле? Соны өзім де түсінбей тұрған жоқпын ба? Тоқташ, мына бөлмеге тастап кеткен мысығым ған менің вообще. Анау басы қазағында сары мысық па? Білмеймін, кетіп қалды ғой мияулап. Ё-моё, мынаның барлығын сол мысық істеген ғой, қан мысық, тап тез. Түсінбедім. Қалай сонда? Мысық қалай істейді бұның барлығын? Ол ұзақ әңгіме, кейін айтып беремін оның барлығын. Тез мысық тауып алайықшы бірінші. Қазір мен ажармен кездесу керек едім ғой, тез табу
мүгедек маған мысықты. Ажар, сен уже келіп қойғансың ба? Мәссаған, қандай сүйкімді бала, сен кімсің? Нұрисламның інісісің ба? Қатты ұқсайды екенсің Нұрисламға. Иә, інісімін. Нұрислам маған інісі бар екенін айтпаған сияқты еді. Не ғой Нұрисламды шақырып жіберші? Шақырып жіберші дейсің ба? Кәз шақырам, күте тұр. Йо-майо, табу керек маған мысықты тез. Нурик, тағы да отырсың ба сен компьютерде? Түс тез. Өзіңнен үлкен адамдарға қалай сөйлейсің сен? Өзім білем, компьютер ойнайын ба, ойнамайын ба? Қалай сонда өзім білем, қазір бытштың шығарам мен сен. Сен ба менің бытштың шығаратын, шығар шал бытштыңды қолынан келсе. Мынау маған қалай сөйлеп тұр? Мә саған. Вообще ударларың батып атқан да жоқ маған. Нұрислам. Йо-майо, Ажар шақырып отыр мені қайтадан. Сен бетші мысықты іздестіре берші, мен барып Ажарды бір нәрсе қылып алдастыра тұрам. Не деп сылтау айтам қазір? Мысық? Соны мен Нұрислам шықпайтын болды ма? Нұрислам дейсің ба? Нұрислам. Не ғой, сен мынау мысықты қайдан тауып алдың вообще? Қайдан тауып алдың дейсің ба? Бағана мына жақтарда жүр екен не болып. Сүйкімді мысық екен, асыра балам енді өзіммен. Сен бетші Нұрислам шыққаннан кейін мені келді деп айта салшы, мен мысыққа тамақ беріп келем онда. Давай. Йо-майо, мысықты Ажар тауып алған ба? Не істеймін енді мен? Адок, Рюбек, атсаңдаршы. Брат. Бот екесіңдер, отаза. Нұрислам, балам, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. 1 сағаттан кейін тамақ пісіп қалады, газды өшіріп қой, жарай ма? Арада 3 сағат өткен соң. Мен келдім. Не сасып жатыр? Тоқташ. Сен бала мынау тамақтың астын әлі өшірмегенсің ба? Мынау тамақ күйіп кеткен ғой, қазір бытштың шығарам мен сенің берге. Мама тоқтаңызшы. Енді компьютер ойнамайсың, түсіндің ба? Денем ауырып тұр. Осы мама мен жақсы көрмейді да ұрсай береді. Шіркін, менің мамам да ұрыспайтын мамаға ауыстырып тастаса ғой. Ұйқым келіп кетті ғой, ұйықтайын. Нұрислам, балам, тұр тамағыңды жеп ал. Сіз кімсіз? Өз мамаңды танымай қалдың ба, балам? Өз мамаңды дейсіз бе? Тез тұрып тамағыңды ішіп алып, компьютеріңді ойнауға бар, үйді өзім жинаймын. Түсінбедім, менің мамам ауысып кеткен ба? Түсінбедім, мынау неге үйді жинап жатыр? Бірақ қоя берші, мынау менің бұрынғы мамамнан жақсы сияқты ғой. Қой, кетті мен онда компьютер ойнайым. Адок, Рюбек, атсаңдаршы мынау не? Тағы өліп қалдым. Ұтпысадың барлығын. Давай, хорош. Нұрислам, балам, мен жұмысқа кеттім, давай. Жарайды. Рюбек, атсай. Арада 3 сағат өткен соң. Нұрислам, балам, мен саған сыйлық алып келдім. Сыйлық дейсіз бе? Бірақ менің туған күнім өтіп кетті емес па? Сыйлықты тек туған күнде ғана бермейді ғой. Мен саған әр апта сайын сыйлық жасайтын едім ғой, ұмытып қалдың ба не? Айтпақшы, есіме түсті. Сонда бұл қандай сыйлық? Планшет. Мынау менің арманымдағы планшет қой, рахмет сізге. Бәрі сен үшін ғой, білесің ғой сені қалай қатты жақсы көретінімді. Бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын. Мына мен Roblox ойнаймын, мен кеттім. Менің тілегім шынымен де орындалды ма сонда? Менің мамам шынымен де жақсы мамаға ауысып кетті ма? Даладан біреудің дауысы шығып жатыр ма? Барып көріп келейші кім екен? Мынау кім? Неге мамаммен сөйлесіп отыр? Сонымен балаңды сатасың ба? Әрине сатамын, ақшаны алып келдің ба? Ақша дейсің бе? Әкелдім. Сенің балаңды сатып алып, аямай қинап жұмсайтын боламыз. Қалағандарыңды істеңдер, маған ақшаны берсеңдер болды. Мынау мені сатып жібермекші ма? Кеттім мен онда, баланы ұрып алып кетем. Жақындама, кетпа, тиіспе маған. Тиіспе маған. Түсім екен ғой, бәсе. Мама, сіз үйдесіз ба? Мама үйде екен ғой. Ұйқыңнан енді тұрдың ба? Балам, сағат түскі 2 болды ғой. Мама, мен сені қатты жақсы көрем ғой. Сені қатты сағынып кеттім ғой мен. Ой, балам, тыныштық па, ондайың жоқ еді ғой сенің. Түсір мені жерге. Нұрислам аға, осы сізді Гугу Гаганы көрді дейді ғой, сол шын ба? Гугу Гага дейсің ба? Шын ғой. Мәссаған, қай жақтан көрдіңіз сонда оны? Дәл осы біз отқан орманнан көрдім Гугу Гаганы. Шынымен ба? Қалай сонда айтып беріңізші? Жарайды, айтып берейін, тыңдау онда. Біздің арнамыздың соңғы жаңалықтарына да келдік. Брукхевен қаласына Гугу Гага деген құбыжық келді. Гугу Гага деген құбыжық келді дей ма? Өтірік қой мынау. Лай, тойға бармағалы көп болып еді. Бүгін тойға барамын. Қой, мен онда кете берейін, қазір кешігіп қалсам тағы. Нұрислам, балам, мен кетіп бара жатырмын. Мен жоқ кезде бөтен адамдар келсе есікті ашпа, жарай ма? Жарайды, уайымдамаңыз. Жақсы, кетті мен онда. Бірдеңе болса хабарлас. Нұрисламның да мамасы тойға кетіп бара жатыр екен ғой. Онда Нұрисламның үйіне барып қонайын. Ой, далада жаңбыр құйып отыр ғой. Қатып қалдым ғой. Нұрислам. Есташ, Нұрислам. Біреу келді ма? Нұрислам. Нұрис. Мынау Адок қой? Адок қалай жағдай? Жақсы. Мен жарақ біттім ғой. Дала дейтін су іші жаңбыр үстінде су болып кеттім.
үйіңде отпайсың ба? Жаңбырлы күнде не бар көшеде? Қалай не бар, көшеде жүрген жоқ қой, үйіңе келдім ғой мен сен. Үйіме келгенде енді түн болды дегендей ғой. Кім болды дегенде, иә, дұрыс айтасың, үйде мамашка жоқ, кетіп қалды тойға. Сенің мамаң да тойға кетті ғой айтпақшы. Мен де мамам тойға кетті бағана сол. Анау Али деген братанның тойы болып жатыр емес пе ана жақта, иә? Соның тойына Мен кетті. жібермей қойды тойға барайын дедім, қалды. Маған айтты негізі барасың ба деп. Бармаймын деп айттым. Қош не қыламын жоқта. Үйде жалғыз өзім жатпаймын ба телевизорды көріп. Онда ше, бармағаның жақсы болды ғой, ё-майо. Мен айтпесе бар ғой, жалғыз қалып кетсем жаман болады ғой, ұры кеп, білмеймін әйтеуір. Сен әлі қорқасың ба не жалғыз өзің қалудан? Күшті емес па жалғыз өзің қалу деген үйде? Сен кішкентай бала екенсің ғой әлі жалғыз өзің қалудан. Один домаға той болған бәле десе. Кеттік. Менің үйімдегі светті өшіріп келейікші, сосын сенің үйіңде қонайын мен, короче. Жышал, өшірсек өшіріп келейік сенің светтеріңді. Үйім, қараса үйім үлкен, баруға не қыламын, қойшы дедім. Неғып өзің өшірмедің, жалғыз өзің. Сен қараңғыдан қорқып тұрсың ғой, қорқақ бәсе. Аяқтың, болмайды қараңғыда қалуға. Қорқасың ғой өткен сен. Аяқтың қорыққаны, кішкентаймыз ғой біз әлі. Біз әлі не, бүлдіршінбіз ғой. Сен ол бүлдіршін, мен бүлдіршін емеспін, мен уже үлкен жігіттің, қорықпаймын ештеңеден. Ой, бопты, үлкен екенсің. Так, түсет. Толық өшіріп тастадым, кеттік. Қайтайық. Құлтап қойын есігімді, так. Мамаң келіп қалса есікті аша алмай қалмасын, кілтсінде ма? Кілт одада бар, менде де бар, кеттік. Болды. Мамаң жаңбыр құйып жатыр, ё-май, үстім су болды ғой, ё. Негізі дала әдем қойшы. Как раз сен де мамаң үйде жоқ, мен де мамам үйде жоқ, далада жүріп қайтамыз ба серуендеп жаңбырлы погодада. Қомаш, ұйықтайық, болмайды, ертең бізге сабақ қой, бізге жаттау керек әлі. Екен ғой, бопты, ұйықтайық онда. Кеттік, ұйықтаса. Есік құлтап қойсай? Есік құлтағанда қоя бет, мама келсе өзі қиналып ашып отпай өзі ашып кіре береді. Қомаш, болмайды олай. Есік құлтап қою керек. Сен жаман қорқақ екенсің ғой, ой бопты, жаптым есікті. Ой, кетші, қаяқтың қорққаны, кеттік. Ұйықтайық болды, ертең бізге азанда сабаққа тұрып кету керек. Сосын мен ше негізі азанда ерте оянамайды әдетім бар еді ше, оятатын мама жоқ еді, сен мен оят мақұл, өзің ғана оянып кетіп қалмай. Болды. Так, свет өшіріп қойсай, ұйықтайық болды, жатайық. Светті өшіріп келемін онда қазір. Тоқта, мен де сенімен бірге барам. Сен шынды ма, жата берсе жалғыз өзің, бадам ғой қазір. Қумашы. Мынау. Мен просто сені уайымдаймын просто, досым болғаннан кейін. Қойшы, мен уайымдайсың ба? Мен уайымдамай қой. Иә, мен сені уайымдаймын. Сен сияқты қорқақ емессің ғой мен. Так. Ой, қорқақ дей бересің. Өшіре салайық. Давай бірінші этажға жатамыз бүгін. Бола ма, жатуға ұрыспай ма, азанда келіп көріп қойса. Негізі ұрсатшы, қойш, өзіміздікіне бара берейік. Өзіміздікіне бара берейік та, сен бөлмеңе барып жата берейік лучше. Кеттік, онда мынау светті өшіре салайық. Мен онда осылай жата берем. Адок. Мен бетін жауып жатам мен. Адок. Ыстықтанбадың ба? Сәл көтпен ашып жатсың. Немене өлі? Жоқ, бетін жауып жатам мен, постоянно сөйтем негізі. Сен деген. Жатсаң жата бер, өзің ыңғайлы болса болды әйтеуір. Мен онда осылай жата берем. Давай онда мен ұйықтайын онда. Нұрислам. Тұршы, Нұрислам. Не ағылды, ұйықтап отқан едім ғой, енді әдем болып түс көріп отқан едім ғой, Мен что-то ұйықтай алмай жатырмын. Ұйықтамай жатырмын деген несі? Ертең сабақ деп өзің айттың емес па, ұйықтайық деп, ұйықтайық енді. Мыяқта біреу жүрген сияқты ше, білмеймін, мына терезеде біреу тұрған сияқты сезіледі, саған ондай емес па? Машы, жатшы болды, ұйықташ, ұйқым келіп отырды мен. Давай өзің ғой маған. Машы, ана жерде біреу тұрған сияқты сезіліп тұр маған, Нұрислам. Ой, қоймай қойдың ғой, қай жерде? Жақшы. Мен қатты қысылып тұрмын, туалетке барып келейікші. Бара берсе өзің соған бола мен оятып жатсың ба? Соған бола дегенде ше, ана жерде біреу тұрған сияқты сезілді маған ше, саған сезілмейді. Қойшы, ұйықтаймын мен, давай өзің бара бер, ұйықтаймын. Қумаш, туалетке барып келейікші. Жүрші бір, ой, сен де бір. Жүр, соған да. Ішпелі сезілмеді ма саған, дауыс естілмеді ма? Ұйықтап дедім ғой мен, қандай бәле сезілген. Бол тез. Не істеді ғой, әдемі ұйықтап түс көріп отқан кезде ма, далада әлі жаңбыр жауып тұр. Нұрислам кетіп қалмадың ба? Кетіп қалмадым, жынды ма? Отырдым мына жерде. Сенде. Не ғой, ертең жаттауға дайынсың ба? Жаттауға дайынмын. Дайынмын болғанда дайын емеспін, негізі сойқа барған кезде жаттап алам. Білесің ғой мені? Далада әлі жаңбыр жауып тұрды ма? Нұрислам, қасымдасың ба, кетіп қалған жоқсың ба? Қасыңдамын, жындысың ба? Кетіп қалған жоқпын, осы жерде отырдым. Әңгіме айтса әңгіме. Босай тез, қанша уақыт отырасың? Каз бола. Ой. Әңгіме айта тұрсай.
әңгіме Иә. әңгіме жоқ менде болса айтыңыз күтсек, ұйқым қазір. ашып кетті уже сен күтіп отырдым деп адок не қылдың болам Ой, әңгіме айтсай әңгіме деп қоймай қойғаныз болса неғып отырсың шықсай бол күтсе түсіп отырмын ғой құрсай Ой. қалсың ба не қарап тұрсың кете берме онда давай күте каз болам кетпе давай онға дейін санаймын бір көтіп тұр давай күте тұр үш қолым жуып алайын төрт болды шықтым мен шықтым болды кеттік ұйқым ашылып кетті ғой жем әдемі ұйықтап отқан едім мен қалай ұйықтаймын қазір ұйқым қанып қалды уже ұйықтай алмаймын мен енді свет жағы ұйықтай берейікші қумашы свет жағы ұйықтай алмаймын мен вообще онда мен ше бергі бетіне жатамын сен арғы бетіне жатшы мақма ой болып жата берші свет жағы жоқ свет өшіп тұрады но мен бергі бетіне жатамын сен арғы бетіне жатасың болып жата бер давай мен де сен сияқты көтпе жамылып жатайыншы онда жаттауға дайын тұр онда жаттауға дейсің ба жаттауға дайынмын ғой мен всегда дайынмын ғой тез жаттаймын мен негізі жаттауларды білесің ғой мен болды азан тұрғызамын давай ұйқым ашылып кетті бағана ма неғып ояттым бағана әп-әдемі ұйықтап отқан жерімнен ой ұйықтайық ертең сабақ Нұрислам адок сен ба неғылды тағы біреу тұрған сияқты сезіліп отыр маған Нұрислам өте қорқынышты ғой адок ұйықтаймын давай ошол тұрмаймын еш жаққа бармаймын болды өзің барып келіп туалетке қумаш біреу жүрген сияқты сезіліп отыр сен немен ондай қылдың сен тағы да туалетке бардың келіп алдап отырсың ғой мені біліп тұрдың ғой сен жоқ туалетке емес осы жол короче тыңдасай да отырып мен саған бір әңгіме айтамын қазір ана өте қорқынышты сол ұйықтатпай жатыр мені короче дайынсың ба тыңдауға дайынсың ба болғанда сен әңгімеңді тыңдап отыратын уақытым жоқ мен ұйықтау керекпін жоқ тыңдасай да ой адок бір сен де бір бопты айтшы ал не әңгіме ол короче біздің қалаға гугугага келген гугугага анау бар ғой иә гугугага адамдарды жейді короче түсіндің ба анау ма аяз атаға ұқсайтын жаңалықтарда көрсетіп отырған иә түрі сұқынсыз андай төрт аяқты болып жүреді өстіп қорқынышты бар ғой анау дейді қуасың ба док мынаны шын айтып тұрсың мынаны без прикол иә қуасың ба өтірік қой ол қаяқтың өтірігі сен сенесің ба сонда сол гугугага дегенге иә сенемін қуасың ба сен адоге құтшы бар қорқақ тоқташы сен үйіңнен сол гугугагадан қорқып келген жоқсың ба жоқ вообще адок қорқақ бәсе сен сол үшін келгенсің ғой әшейінде іздемейсің ғой мен негізі ойнауға шақырсам шықпайсың ой мен де ақымақтың бар ғой ой ақымақсың ұйықтай салайықшы е-мое тоқта ұйықтай салайықшы деп қояды ғой сен гугугагадан қорқып келгенсің ғой мойындашы мойындамаймын мойындай қорықпайсың ғой иә қорықпаймын мен болды ұйықташы болды менде ақымақтың бар ғой саған айтып отқан жоқ тоқта қорықпасаң онда сен өзің жалғыз болды ұйықтап қалдым мен басқа комнатада тоқта қайдасың сен осы жақта ұйықтаймын мен Нұрислам қайдасың Нұрислам қайдасың анау адок не істеп жатсың қайдасың Нұрислам неяқтам Нұрислам қайдасың қап-қараң көрінбейді қайдасың анау құлап қалған емес адок басым ай бұл адок свет қоссай көрінбейді нер вообще ұйықтайықшы болды сен қорықпаймын дедің ғой бағана ғана маған өзің жата берсе бар сағатқа қарасақ қанша болған ертең сабақ бізде болды ұйықтайық дұрыс қой ұйықтаса енді бар мен өзім басқа комнатада ұйықтаймын дедім ғой неғып бүйтіп отырсың сен айттың ғой қорықпаймын дедің ғой қорықпаймын дұрыс енді қорықпастан жалғыз өзің жата берсе давай короче адок онда өзің ұйықтай бер болмайды бірге жату керек қуасың ба сен бірге жатқанда сен айттың қорықпаймын дедің ғой өзің жата берсе бар ой бопты сен үшін қорқа салайын давай болды жата салайық бәсе қорқақсың болмайды ертең сабақ бір жағынан бізге жарайды ұйықтайық онда ұйықтайық болғанда ұйқым ашылып кетті ше мен қалай ұйықтаймын қазір адок ұйықтап қалдың ба жоқ жоқ мен ұйқым ашылып кетті ше что-то ұйықтаймын едім енді болғанда ма бір бәле істеп жүрейікші ұйқым келгенше не істейміз білмеймін менде бір идея бар адок қандай идея сенің үйіңде мамаң жоқ жоқ үйде папаң ағаларың барлығы кетіп қалды ғой тойға кетіп қалды менің де үйімде ешкім жоқ енді анау гугугага деген бар емес па ормандарда жүретін ше бағанағы соны неге айтып отырсың тексеріп көреміз ба сол орманға барып гугугага бар ма жоқ па тоқта сен не айтып отырсың қуасың ба сен енді
енді өзің айттың ғой бағана шын деп соны тексерейік те енді барып. Әлде қорқасың ба? Қуасың ба, барма аяқы жеп қояды ғой, қорықпасаң да қорықсаң да жеп қояды ғой сен, сосын не істейсің сен? Жеп қойды, сосын не істейсің ал? Жеп қойды дегені сен қорқасың ғой онда, жеп қойды деп қорқып жатсың. Тупой, ей, ойласай, сен жеп қойды, сен қорықпай бардың, сені жеп қойды, потом сен не істейсің? Значит сен қорқасың ба ғой, а? Ай, қумашы, ертең барайық, күндіз барайық, давай. Күндіз емес, мен өзім барам, қазір барам мен, давай. Өзім жаттай бер онда, мен кеттім. Қуасың ба, бар ғой. Барсаң бара бер, бармаймын мен. Давай онда кеттім мен өзім. Өзің жатсаң жата бер. Орманға алыс қоймай жалғыз өзім жаяу барып. Тоқта! Не oldu? Жатсай бер, бармаймын дедің ғой сен. Мен сенімен барам деп шештім, короче. Қорықпаймын мен негізі, өзім дәлдеймін, қорықпайтын. Жүр. Ойбай. Мазамды ақ қойдың сен конкретно ор ғой. Сен бар ғой. Қорқасың. Қойшы, болмайды олай. Сен өзің үйде жалғыз өзің қалуға қорқып келіп жатсың ғой, мен қасыма мойындашы. Көтек, жүр орманға. Намысыма тиіп отыр ғой, оны жүр давай. Адок көз. Мен ба қорқатын? Иә, сен Құрыл кет бір. үйде жалғыз өзің қалуға Жүр қорқып орманға. келатсың ғой. Қайтып шақырасың Гугаганы айтшы ал. Қайтып шақырасың оны вообще. Гугаганы шақыру үшін магазиннен заттар алу керек, Гугаганы шақыруға керекті заттарды. Кеттік магазинге. Сен қаяқтан білесің оны қайтып шақыратын? Көрмедің бе не бағана телевизордан? Ол жағын көрмедім, бірақ біздің қалада жүр деген естідім, болды. Бағана мен жаңалықтардан көргем қалай шақыратын. Кеттік, мен білем қалай шақыратын. Магазиннен заттар Сен алу керек. қуасың ба? Негізі өзім жалғыз өзім барып шақырам деп ойлағам, өзің ғой келіп қалған. Жарайды, қасына келіп. Қоя, ертең күндіз істейік, күндіз шақырайық. Түнде көрінбейді ғой әйтпесе. Ол күндіз жүрмейді, тек түнде жүреді ол. Ё-май, үстім су болып кетті ғой ау. Осындай погодада жүрген ұнайды маған. Рахат қой, қалайсыз? Жаңбыр астында. Ауырып қаласың. Ар жақ өртеніп жатыр. Мына жақ өртеніп жатыр. Барма ол жаққа, қайтайық. Юу жатыр мына жақта? Баруға болмайды ол жаққа бізге. Адо, кіріп кетеміз ба аның ішіне? Қумашы, қайтты. Кірсең өліп қаласың ғой. Бізді кінәлап жүреді. Бізді өртеді деп ойлап қалады. Онда қайттық. Магазин қаяқта, өзім ұмытып қалдым ғой. Магазин аяқта. Так, мынау ма магазин? Иә, осы ғой магазин. Түнде де ашық бола береді ма не бұл? Түнде де ашық бола береді, иә. Кеттік. Қаяқта хот-дог деп отқан, айтып отқан не керек бізге өзі? Сол Гугага, короче, хот-дог жақсы көреді, сол хот-дог сатып алу керек бізге мына жақта. Хот-дог қаяқта өзі? Пицца жегім келіп кетті ғой. Қарным ашып кетті ғой түнде. Пицца жесек просто жүгіре алмай қаламыз да. Иә, бірақ жеге алмайды ғой бізге. Так, мына жақта хот-дог қайда? Міне хот-дог. Давай ал. Біреуін алып алайық. Біреу жетеді, екеу жететін шығар. Жетеді, кет. Осыны алып алайық та. Кассирша қайда? Кассир жоқ қой мына жақта. Онда алып қашып кете салайық та, как раз ешкім жоқ. Қума, болмайды олай. Камера бар ғой берді, мен төлей салайын немен, карточкамен. Білмей қалады біз екенімізді. Хот-догқа бола іздемейтін шығар. Басың істей ма, болмайды олай. Жарайды, бізді үйтіп анашымыз тәрбиелеген жоқ қой. Дай мен төлей салайын. Төле бопты онда. Сенің ақшаң ғой келеді. Бопты, бара бер онда сен. Давай. Так, болды, төлеп болдым. Кеттік. Дала дейтін суық болып тұр ғой, бүгін погода жаман болып тұр, ё-майо. Хотя жаңбыр жаумағанда ғой. Сен пайда қорқып жатқан сияқтысың ғой, содан кейін жаудап жатсың сен. Сен де қоймайсың бар ғой. Қорқақтар сонда жаудайды. Кесе бересің. Көп жаудайды қорқақтар негізі соны. Ертең ауырып қаласың. Қорқақ болған қиын ғой енді. Так, орманға келдік. Осы орман еді ғой, иә. Хотя бы костер жағып қойып отырайық та. Отты ма? Жарап кетмей айтпесе. Давай, жағып алайық. Сен жаудап отқан жоқсың ғой, негізі сен қорқып отырсың қараңғыдан ше. Қаяқтың жарап отырмын мен кәдімгідей. Ой, мойындамайсың сен. Хот-догты қойып алайық та кесейік. Бер өзің, жарап кеттің мен. Ой, қорқақ. Ортада бер өзім қоямын да. Так, онда жылысына. Қолым. Гугага. Яқта отырып әңгіме айтады. Қолым жарап кетті, ё-майо. Қолым жылтып алайын. Негізі мойындаш, менің үйіме қорқып келдің ғой сен. Қуасың ба, кішкентай балаға болмайды үйде жалғыз қалған. Мен күнде жалғыз өзім қаламын ғой. Сонда бәрібір мане. Конечно, енді мен үлкен жігітпін ғой, қорықпаймын ғой ондай. Гугага, елес дегендерден. Маша, жасың 18-ге келгенде жоқ, сен 11-десің ғой, не айтып отырсың, кетші бар. 11-де болсам да мен қорықпаймын ғой. Боксқа қатысқам ғой. Қашан? 2 ай боксқа қатысқам, білесің ба? Ештеңеден қорықпаймын. Гугага кесе бар емес па? Молодец. Қалай бокстан үйренгенін көрсетейін ба саған? Давай, көрсетші. Нанғада. Бір, екі, раз, два, боковой, пешін. Көрдің ба? Қалай ұрып атсың өз? Осылай ұрады ғой. Өзің осылай да дамайсың ғой, кетші бар. Дұрыстап, былай. Ей, адық. Ойласай. Қуасың ба сен? Мен ол жүрген өз. Өзің ғой келген. Стойканы дұрыстап берейін десем, кетші бар, мен ол жүрген өз. Қазір анау кесін осылай бұтшын шығарам ана Гугаганың. Ой, қумаш, жүк қояды ғой сен. Қумашы қаяқтағы жүк қойғаны тисамайды да маған. Бір, екі. Мен дейтін білесің ба, биге қатысып жүрмін ғой мен. Биге? Би көмектесе мәне саған.
ана жақта қыздар көп. ой би деген дым Нурис, пайдасы жоқ. артыңа қара Нурис. Нурис, пешін пост артыңа қара. қайқа кетіп қалдың? Ой, Адок, қайқа... Қуама кетіп қалған несі? Адок! Кетіп қалған несі? Қуамай. Қопты, жалғыз өзім күтем. Хот-догым не болды өзімен? Гугу-гага? Гугу-гага берген! Мә саған! Ұс! Мынау өліп қалған жоқ па? Гугу-гага деген дедің осы ма? Бір ударыма да шыдай алмай қалды ғой менің. Гугу-гаганы ұйықтап тастадым мен, қараңдар. Адок кетіп қалған несі? Адок шақырып келеші мен. Қайда? Адок! Қайқа кетіп қалдың, Адок? Мен төбедім. Қайдасың сен? Адок, ана гугу-гаганы бытшын шығарып тастадым мен. Көзін айырам. Қайда? Сөйлесің тоқта бол, тоқта. Тиіспе дейін. Сен қатыгез екенсің ғой. Ит қинамасай. Қинамайса деген қуасың ба өлтіріп тастап. Адок. Не? Сен бағана не дедің маған? Онша еместі дұрыстап ара алмайсың дедің ба? Мен саған айттым ғой. Стойкың дұрыстап берейін деп. Стойкың дұрыс емес дедің ба? Нан бір ұйықтап тастадым ғой бағана. Көрдің ба қандай мықты екеніңді? А че мынау натуре құлап қалды ма? Сен ұра алмайсың бұны, мен сияқтырақ. Сен духың жетпейтін жа дейді ұруға. Мен пышақ алып келдім ғой мен дейтін. Кәдімгідей сен пышақпен, сонда садақпен ұра аласың, өзің ұра алмайсың ғой күшіңді. Қаяқтың атайын ба? Көресің ба? Ат көрейін ба саған? Атқан несі қомашы. Сен сонда ертең көшеде біреу тисе не тұрасың ба, садағымен атамын деп өзің күшің жетпей ма не? Жаман теді, көресің ба? Ұрбадай қуасың ба? Өмір бақи садақпен жүрмейтін шығарсың. Қоя берші саған, не болды енді, не істейміз мынаны? Не істейміз де болды ма, қайтамыз ба? Гугу-гаганы бірінші шығарып тастадым ғой, ертең бәріне мақтанатын болдым ғой. Ана класстағы балдарға айтсам сенбейтін шығардан құлап тастадым деп. Видеоға түсіріп алайын ба? Менде телефон бар. Видеоға түсір деген несі? Ертең бір жерге тарап кетсе, бірақ бір жағынан қыздарға мақтанамын ғой, видеоға түсіріп ал. Давай түсіріп. Дай бірге тұрамын мен. Давай. Қос камераны. Тұр. Ассалаумағалейкум достар. Короче, мен бүгін Гугу-гаганы бір удармен ұйықтап тастадым. Қараңдар, Гугу-гаганың бытшын шығарып тастадым мен. Давай, ұр. Қараңдар, ұс, 1 2 3 разова пешін тошын, боковой. Миллион просмотр жинайды. Бытшын шығарып тастадым Гугу-гаганың. Ана тиктокқа саламыз, рекке кететін ау. Блогер боламын мен. Тіркеліп кетіңдер, лайк басып кетіңдер. Болды, жаңалыққа шығады, лям просмотр и лайк, подписка. Өзімді селфи, Нурислам, тұр, давай. Адок, енді сен ұтсай ананы. Мен түсірем мен телефонға. Сен ұтсай ба? Давай. Так. Қолмен ұтсай. Қолмен ұтсай, қорқасың ба не бөлі? Қой жет, қолмен сағын кеп тұрған жоқ, на фуй. Сен қорқасың ғой, қош. Анау тұтып кетті. Ұр. Абайла. Давай. Нурислам, құсқар. Құсқар деп, тоқта. Мынау. Нурис. Тоқта дейме саған. Анау қайға кетіп қалды? Анау қайда бұтылып кетті? Мына қайға кетіп қалған шығар, не ақты көрейші. Гугу-гага, адик. Анау Адок тұрлап кетті.